Сәлем достар, сіздермен бірге Азат Икрамұлы. Бүгін біз сіздермен омыртқа жотасын талдайтын боламыз. Омыртқа бізде вертебра деп аталады. Ол бізде 33-34 омыртқа сүйектерінен тұрады. Оның ең негізгі қызметі колумна вертебралис болып жота құрау. Омыртқаның ішінде бізде жұлын бар. Жұлын ол бүкіл иннервациялық жүйеге, бұлшеттерді нервтендіру үшін қажет. Омыртқаның ең негізгі қызметі ол жауырынды, қабырғаларды, бұғаналарын біріктіріп, жамбас пен басты байланыстыру. Омыртқаның ішінде бізде жұлын бар. Ол жұлыннан бізде иннервация кетіп, қол аяқ бұлшеттерді нервтендіреді. Омыртқа жотасында бізде шынайы және жалған омыртқалардан тұрады. Шынайыға келетін болсақ, оларға бізде кеуде жатады, мойын жатады, бел омыртқалар жатады. Ал жалғанға келетін болсақ, оған бізде сегіз көз және құйымшақ сүйектері жатады. Жалпы бізде сегіз көзде бізде 5 омыртқа бірігіп, байланысып тұтас болып көрінеді. Ал жалпы бізде мойында 7 омыртқадан тұрады, кеуде бізде 12 омыртқадан тұрады, бел бізде 5 омыртқадан тұрады, сегіз көз 5 омыртқадан тұрады және 4-5 омыртқа бірігіп бізде құйымшақтан тұрады. Омыртқа анатомиясы бізде 4 иірімнен тұрады, яғни мойын, кеуде, бел, жамбастан тұрады. Соның ішінде мойын мен бел бізде алдыңға қарай иілген болады, оны біз лордоз деп атаймыз. Ал кеуде мен жамбас олар бізде артқа қарай иілген. Бұны біз кифоз деп атаймыз. Енді кеуде, мойын, бел омыртқаларда бір-біріне айырмашылықтар бар. Жалпы 3 омыртқаның анатомия ерекшеліктеріне келетін болсақ, бірінші мойын омыртқасы анатомия ерекше көлем бойынша ол кішінде болып келеді. Көлденің өсіндісінде бізде тесік болады. Бұл тесік арқылы ұйқы артериялары өтеді. Кеуде омыртқасына келетін болсақ, оның көлденің өсіндісінде бізде батыңқылар болады. Ол батыңқыларға бізде қабырғалар келіп бекиді. Келесі ол бізде бел омыртқасының анатомия ерекшеліктеріне келетін болсақ, көлемі үлкен, тағы ерекшеліктер оның денесі үлкен, себебі ауырлық күшінің барлығы осы бел омыртқасына келіп түседі. Омыртқа жотасын аяқтайтын бізде сегіз көз бен құйымшақ. Сегіз көз бізде омыртқа, 5 омыртқа қосып, бізде сегіз көзді құрайды. Оның қызметі жамбас сүйектермен байланыстыру болып табылады. Одан кейін бізде рудименттік орган, ол бізде құйымшақ. Құйымшақ бізде 4-5 омыртқаның қосынысы болып, ол кішкентай болып көрінеді. Жалпы омыртқа жотасының шолу осымен аяқталды. Сіздермен болған Азат Икрамұлы. Міндетті түрде парақшама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта анатомиядағы пайдалы видео сабақтарды салып отыратын боламын.